1998 жыл. Қатал тәртіптегі әйелдер абақтысы. Мұнда майор Сарбайдың өктемдігі жүріп тұр. Ол 45 жастағы, жанары ауыр, адам денесінде із қалдырмай ұрудың айласын меңгерген қатыгез жан. Бұрынғы қылмыспен күрес бөлімінің жедел уәкілі ретінде ол әлсіздікті жек көріп, билікті жанындай сүйеді. Онымен бірге тұтқындар арасында жендеттер тобы деп аталып кеткен 3 серігі бар. Саяси бөлімнің орынбасары Баубек семіз әрі үнемі терлеп жүреді. Ол құрбанның еңіреп жылап, жалынып жалбарынғаннан ерекше ләззат алады. Тәртіп жөніндегі орынбасар Қадыр көп сөйлемейтін, соққының ізі білінбес үшін адамның бүйрегінен ұруды ұнататын суық қолды жан. Дәрігер Сапа, арық, саусақтары мұздай. Ол барлық сұмдықты ескі бейнетаспаға түсіріп, арам пиғылдарынан кейін қалған ізді жасыру үшін жасанды түсік жасаумен айналысады. Олар апта сайын ең жас, ең қорғансыз қыздарды таңдап алады. Кім үндемесе, сол тірі қалады. Кім айғайлап қарсылық көрсетсе, жаза мерзімін ұзартады. Немесе жазалау бөлмесінде ажал құшады. Ешкім шағынданбайды, өйткені шағынданғаннан кейін ешкім аман қалған емес. Кенет 2000 жылдың тамыз айында мұнда жаңа тұтқын әкелінді. Есімі Айлан. Бойы ұзын, арықша келген, шашы қысқалынған. Мойнынан білегіне дейін абақты заңдарының белгілері салынған. Тәж, жұлдыз, бейнелер оның 3 бірдей әйелдер түрмесінде билік жүргізген беделді екенін білдіреді. Көздері қысқы темірдей мұздай сұр. Ол ешкімде жалтақтамайды. Күзетшілердің көзіне тік қарайды. Алғашқы күннен ақ оны бәрі сыйлай бастады. Өйткені ол барлығын іштей шешіп қойған адамдай сабырлы үнсіздік сақтайтын. Бір аптадан соң абақтыда ажал билей бастады. Алдымен дәрігер Сапа өз жұмыс бөлмесінде улы дәріні шамадан тыс қолданып мерт болды. Ресми түрде бұл жағдай өз-өзіне қол жұмсау деп танылды. Сосын тәртіп жөніндегі орынбасар Қадыр тексеріс кезінде мұнарадан құлап мойны үзілді. 3 күннен соң саяси бөлімнің орынбасары Баубек өз жұмыс бөлмесінде бауыздалған күйі табылды. Тамағына пышақ қадалған, қасында бұдан әрі шыдай алмайым деген хат жатты. Сарбай жалғыз қалды. Ол қорқыныштан бөлмесіне қамалып, ешқайда шықпайтын болды. 1998 жылдың жазы. Көкшетау облысының қияндағы бір нүктесінде орналасқан әйелдер абақтысы. Баспаналар аптап ыстықта да сыз бен хлор иісінен арылмайтын. Тұтқындарға күніне 450 грамм нан мен аптасына бір рет шірген 40 қабаттан жасалған көже берілетін. Қыста мұнда тіпті егеу құйрықтарда үсіп өлетін. Майор Сарбай өз бөлмесінде 3 серігімен отыр еді. Есік қағылмастан ашылып, кезекші келіншек кірді. Сәлеметсіз бе, майор мырза? Жаңа тұтқындар әкелінді. 23 адам. 5-еуі бірден емханаға жіберілді, деді ол. Сарбай кім бар екенін сұрады. Кезекші қыз жанарын төмен түсіріп, бір жас келіншек бар. Жасы 26-да, 2 баласы бар. Ұрлық жасаған үшін сотталған. Есімі Нұрай деп жауап берді. Сарбай мысқылдап күліп, оны 10 минуттан соң алып келуді бұйырды. Нұрай кіргенде оның жүзі бозарған, бірақ жанары төмен түспеген еді. 5 жасар қызы мен 3 жасар ұлы Көкшетаудағы әжесінің қолында қалған. Нұрай дүкеннен балалар үшін азық-түлік ұрлағаны үшін 4 жылға кесілген екен. Сарбай оның артына келіп, иығына қолын қойды. Егер 4 жылдан соң балаларыңды көргің келсе, тіл алғыш боласың. Әйтпесе, мерзімінді 10 жылға ұзартамыз, немесе одан да жаман болады, деді ол. Нұрай, не істеуің керек деп сұрады. Әзірге ештеңе. Кек біз шақырғанда қарсыласпасаң болған, деп жауап берді майор. Кешкісін оған 58 жастағы, бұрын бірнеше рет сотталған Ұлболсын апа жақындап келді. Қызым, сені таңдап алды, қарсыласпа. Олар адам өлтіруден тайынбайды. Талайдың тағдығын талқандаған жендеттер бұлар, деп ескертті. Түнгі сағат 2-ден 40 минут кеткенде барақтың есігі ашылды. 4 жендет Нұрайды штаттың астындағы қараңғы бөлмеге алып келді. Олар оны кезекпен қорлап жатқанда, Нұрай ішінен Алладан медет тілеп, көз жасына ерік берсе де, бірде-бір дыбыс шығармады. Тек Сапа оның артына келгенде, ол ақырын ғана егіліп жылады. Жыла, деді Сарбай. Маған жылағандарын айт. Бұл сұмдық 40 минутқа созылды. Содан соң оны босатты. Ол баспанаға оралды. Кезекші қарлығаш есік алдында күтіп тұр екен. Шыда, ертең жеңілірек толады, деп сыбырлады ол. Нұрай төсегіне жатты. Жылаған жоқ, тек төбеге қарап жата берді. Таңертең ол әдеттегідей тұрып, тігін шеберханасына жұмысқа барды. Қолғап тікті. Қолдары дірілдеген жоқ.
Түс көзілісте қасына Ұлболсын апа келіп отырды. Шақырды ма деп сұрады ол. Иә деп жауап берді Нұрай. Қалай, бәрі жақсы ма? Апа оған мұқият қарап. Жыламадың ба деді. Жоқ. Жарайсың, жыласам одан да жаман болады. Нұрай басын изеді. Олар әр апта сайын кейде одан да жиі шақырып тұратын болады. Нұрай үндемеді. Ал егер мен қаламасам ше, деді ол ақырын. Апа күрсініп. Онда жаза мерзімінді ұзартады, немесе жазалау бөлмесіне қамайды. Тіпті одан да сорақы болуы мүмкін деді. Нұрай оның көзіне тік қарап. Ал егер мен олардың бұдан бұлай ештеңе істей алмайтындай болғанын қаласам ше, деді. Апа мұңлы жымиып. Онда өте күшті немесе өте иләкер болу керек деп жауап берді. Нұрай керіс бұрылып. Мен ойланамын деді. Кешке ол тағы да шеберханаға барып, істігіп отырып ұзақ ойланды. Түнде оны тағы шақырды. Бұл жолы тек Сарбай мен Сапа ғана болды. Олар мас еді. Сарбай оны толықтай шешінуге мәжбүрледі. Сапа ескі бейнекамераға түсірттірді. Олар оны екеулеп қорлады. Нұрай үндемеді. Кек Сарбай оның үндемегеніне ашуланып, бетінен осып жібергенде ғана ол: «Ұрыңыздар, маған бәрібір ауырмайды» деді ақырын. Сарбай қарқылдап күліп: «Әлі-ақ жаның көзіне көрінеді, сонда көрерміз» деді. Оны таңғы сағат 3-те босатты. Ол баспанаға келіп жатты. Бірақ көз ілген жоқ. Таңертең шеберханада апаның қасына барды. «Маған пышақ керек» деді ол. «Не үшін?» «Жіп кесуге». Апа ұзақ үндемей тұрып: «Егер алсаң қайтармайсың» деді. «Білемін». Апа басын изеп: «Ертең әкеліп беремін» деді. Нұрай орнына оралып, қолға тігуді жалғастырды. Қолы нығайды. Ол енді күтуге болмайтынын түсінді. Арада 3 күн өткен соң Нұрайды тары шақырды. Түн әдеттегідей басталған еді. Баспанада қорыл мен жөтел естіледі. Біреулер түсінде жылап жатыр. Түнгі сағат 1-ден 40 минут кеткенде есік ақырын ашылды. Қарлығаш келіп иығынан түртті. «Нұрай, бастықтың бөлмесіне» деді ол. Нұрай үндеместен орнынан тұрып, үстіне жұқа киімін ілесе алып, аяқ киімін киді. Қарлығаш бірінші шықты. Дәлізде 2 күзетші әйел күтіп тұрды. Олар Нұрайды үндемей алып жүрді. Кек етіктерінің дауысы ғана естіледі. Сарбайдың бөлмесінде жарық жанып тұр екен. Ол үстел басында отырды. Баубек мас екен, жанары қанталақ кетіпті. Қадыр терезе алдында шылым шегіп тұрса, Сапа бұрышта камерасын дайындап отырды. «Шешін» деді Сарбай, бейжай ғана. Нұрай есік алдында тұрып қалды. «Толықтай ма?» «Иә». Ол киімдерін шешіп, бөлме ортасында тұрды. Қолдары екі жағында салбырап тұрды. Сарбай орнынан тұрып келіп, оның иығынан сипады. «Керің әлі бүлінбеген екен» деді ол. Сосын оның иығынан қатты қысып, көзіне тік қарады. «Мұнда бір ғана ереже бар. Біз не айтсақ соны істейсің, сонда тыныш өмір сүресің. Шағым жазсан, мерзімінді ұзартамыз. Қарсылассан, өлтіреміз де өз-өзіне қол жұмсады деп жаба саламыз. Түсінікті ме?» «Түсінікті». «Тізерле». Нұрай салқын еденге тізерлеп отырды. Баубек бірінші болып келіп, оның шашынан тартты. «Аузыңды аш» деді ол. Ол аузын ашты. Баубек дөрекілік танытты. Нұрай көзін жұмды. Көз жасы тоқтамаса да, ешқандай дыбыс шығармады. Баубек ісін бітірген соң оны икеріп жіберді. Келесі кезек Қадырға келді. Ол асықпай келіп, Нұрайды үстелге етбетінен жатқызды. Артынан келді. Нұрай үстелдің жиегіне саусақтармен жабысып алды. Сапа бәрін түсіріп тұрды. «Жыла» деді Сарбай. «Маған жылағандар ұнайды». Нұрай үндемеді. Сарбай соңғы болып келіп, оны еденге 4 тағандап тұрғызды. Сосын шалқасынан жатқызып, тағы да хорлады. Ісін бітірген соң, оның киіміне сүртінді де, «Киін де кет» деді. Нұрай дірілдеген қолмен киімін жинап, киініп сыртқа шықты. Есік жабылды. Баспанада ол төсегіне жатты. Апа күтіп отыр екен. «Қалай, жақсы ма, айғайламадың ба?» деді ол. «Жоқ». «Жарайсың, айғайласан одан да жаман болады». Келесі күні шеберханада Нұрай үнсіз істігіп отырды. Қасында 24 жастағы есірткі үшін сотталған арықша келген Айгерім отырған еді. «Кеше оларда болдың ба?» деп сұрады ол ақырын. Нұрай басын изеді. Айгерім айналасына жалтақтап қарап, дауысын бәсеңдетті. «Олар мені жарты жылдан бері қорлап жүр. Алдымен біреуі, сосын 4-еуі жабылады. Шағым жазбақ болып едім. Мені жазалау бөлмесіне 15 тәулікке жауып тастады. Тағы қайталанса, біреуді өлтірді деп жала жауып, жазанды тағы 10 жылға арттырамыз деп қорқытты», деді ол. Нұрай оған қарап, «Егер бәріміз жабылсақ ше?» деді. Айгерім мұңды жымиды.
кім жазылады? Жартысы қорқады, жартысы әбден таусылған. Ал берілмегендері баяғыда о дүние өліп болған, деді ол. Кешкісін баспанаға тағы келді. Бұл жолы Айгерімді алып кетті. Ол қарсыласпады, үнсіз кетті. Таңғы сағат 4-те оралып, Нұрайдың қасына жатып егіліп жылады. Олар, егер тағы жыласаң, 5 жасар балаңды жетімдер үйіне өткіземіз, деді. Ол қазір әпкемнің қолында тұрады, деп жылады ол. Нұрай оның иығына қолын қойып, сабыр ет, деді. Шыдай алар емеспін, деді Айгерім. Таңертең Айгерімді жуынатын бөлмеден тапты. Ақ жаймадан ілмек жасап, өзіне қол жұмсапты. Денесі әлі жылы екен. Күзетшілер оны алып кетті. Баспанада өз-өзіне қол жұмсат деп жарияланды. Бұған ешкім таң қалған жоқ. Ол болсын апа Нұрайға келіп, көрдің бе? Бұл жарты жыл ішіндегі 3-ші өлім. Бірі асылып өлді, екіншісі баспалдақтан құлады, үшіншісі міне осы, деді. Барлығы үнсіз қалды. Нұрай оған қарап, ал егер үндемесекше, деп сұрады. Ол болсын апа басын шайқап, онда олар сені басқаша сындырады, немесе өлтіріп тастайды. Мұнда бәрін істеуге рұқсат, деді. Нұрай теріс бұрылып кетті. Кешке тағы келді. Бұл жолы Нұрайды алып кетті. Ол ешқандай сөз айтпастан соңдарынан ерді. Бөлмеде бәрі сол баяқша. Үстел, кушетка, шам. Сарбай бәріне арақ құйды. Бүгін жаңаша болады, деді ол. Үстелге жат. Нұрай жатты. Олар оны тағы да кезекпен қорлады. Сапа бәрін таспара түсіріп тұрды. Баубек оның бетінен ұрды. Ол басын бұрмақ болғанда, «Камераға қара», деді ол. «Жыми». Нұрай жымиған жоқ. Олар істерін бітірген соң, Сарбай оның құлағына еңкейіп, «Ертең тағы келесің. Егер біз туралы біреуге тіс жарғаныңды білсем, балаларың мәңгілікке анасыз қалады. Түсіндің бе?» деп сыбырлады. Нұрай басын изеді. Ол жатаққа оралып төсегіне жатты. Жылаған жоқ. Тек төбеге қарап жата берді. Келесі күні шеберханада ол болсын апаға жақындап, «Маған у керек», деді. Апа оған мұқият қарап, «Қандай?» деп сұрады. «Адам тез өлетіндей, және ешкім ештеңе таппайтындай болсын». Апа ұзақ үндемей тұрды. «Не үшін?» «Олар енді қайтып келмеу үшін». Апа күрсінді. «Егер алсаң, қайтып бере алмайсың». «Білемін». Апа басын изеп. «Ертең әкелем, бірақ тағы бір рет ойлан», деді. Нұрай орнына оралып қолғап тігуін жалғастырды. Қолы нық еді. Ол енді күтуге болмайтынын білді. 2000 жылдың тамыз айы. Таңғы сағат 4-тен 20 минут кеткенде жаңа тұтқындар әкелінді. Қақпа саңғырлап ашылды. Күзетшілердің айғайы ауланы жаңғыртты. «Шығыңдар, 5-тен тізіліп тұрыңдар», деген бұйрық естілді. 27 әйел қатарға тұрды. Бірі түрме киімде, бірі жазғы жейдеде, бірі жалаң аяқ. Бақылаушылар бастарынан санап, арқаларынан резеңке таяқпен түртіп жатты. Айғаным ең соңында шықты. Бой ұзын, 1 метр 80 сантиметрдей, пышақтай өткір әрі арық. Мойнында мешіт күмбездермен таңбалар, саусақтарында ұрылар әлемінің жүзіктері салынған. Тәж, жұлдыз, мысық бейнелері. Шашы қысқалынған, жүзінде әжім жоқ, бірақ көздері темірдей суық, сұр түсті. Ол еңкейген жоқ, жанарын төмен түсірген жоқ, тек тік тұрып қарап тұрды. Кезекші Қарлығаш бірден қасына келді. «Лақабаты Айғаным, 12 жылға кесілген, адам өлтіру». Қарлығаш басын изеді. Ештеңе сұраған жоқ. Абақтыда өзім айтпасаң, ешкім сұрамайды. Жатақтың басшысы Ұлболсын апа жақындап келіп, таңбаларына қарады. «Сен беделдісің бе?» Айғаным басын сәл бұрып, «Иә», деді. «Қай жақтарда болдың?» «3 жерде. Арал, Орал, Түркістан». Апа ақырын ысқырып жіберді. «Демек, нағыз бағлан екенсің бой». Айғаным жауап берген жоқ. Тек алдына қарап тұрды. Оны 7-ші жатаққа алып келді. Бұрыштағы жоғарғы төсек берілді. Барлығы жұмысқа кеткенде қыздар сыбырласа бастады. Нұрайдың қасында отыратын Айгерім бірінші болып келді. «Сен шынымен басшысың ба?» Айғаным төсекте отырып шылым шекті. Түтін ақырын көкке көтерілді. «Болғанның. Ал мұнда ма? Оны көре жатармыз». Айгерім даусын бәсеңдетті. «Мұнда заңсыздық орнаған. Бастық пен оның 3 серігі». Ол кенет тоқтап қалды. «Қыздарды түнде алып кетеді. Кім үндемесе, сол тірі қалады. Кім қарсы келсе, жазасын ұзартады. Немесе одан да жаман болады». Айғаным мұрнымен түтін шығарды. «Қашаннан бері?» 3 жыл болды».
Бәрі білет, ешкім шағым жазбайды. Кім жазса, жазалау бөлмесіне немесе асылып өледі. Айғаным басын бір рет изеді. Бастығы кім? Майор Сарыбай. Қасында Баубек, Қадыр және дәрігер Сапа бар. Айғаным тағы бір рет терем жұтып, құрбандар қанша, деді. Айгерім жанарын төмен сүрді. Ондаған адам, бірі үндемейді, бірі әбден таусылған. Жақында ғана біреуі асылып өлді. Айғаным оған ұзақ қарап, енді ешкім асылмайды, деді. Айгерім сенген жоқ. Сен түсінбейсің. Олар билік, оларда қару, байланыс, бөлмесінде камера бар. Егер бірдеңе бастағанынды білсе, Айғаным шылымын құтыға тастады. Білсе білсін. Түскі ас кезінде Айғаным Ұлболсын апаның үстеліне отырды. Ол бірден орын босатты. Естідің бе ханым? Естідім. Онда шыныңды айт. Отрядқа бас көз боласың ба? Айғаным оған қарап. Боламын, бірақ менің өз тәртібім болады, деді. Апа басын изеді. Демек, енді тәртіп болады. Түстен кейін Айғаным шеберханада Нұрайға жақындады. Ол қолғап тігіп отыр екен. Саусақтары автоматты түрде қозғалады. Сен, Нұрай басын көтерді. Не керек? Менің атым Айғаным. Сен туралы және олар туралы естідім. Нұрай көзін төмен сүрді. Сенім шаруаң болмасын. Айғаным қасына отырды. Енді бұл менің шаруам. Нұрай үндемеді. Сені неше рет шақырды? Нұрай ернін тістеп. 23 рет. Кейде ұрады. Балаларыммен қорқытады, деді. Айғаным оның көзіне тік қарады. Бұдан бұлай шақырмайды. Нұрай мұңмен жымиды. Сен оларды білмейсің. Мен өзімді білемін. Кешке Айғаным дәлізде Қарлығашқа жақындады. Маған олардың кестесі керек. Қашан келеді? Кім кезекші? Бөлменің кілті қайда? Қарлығаштың өңі бозарып кетті. Егер біліп қойса. Білмейді. Қарлығаш жан-жағына жалтақтап қарады. Жұма және сейсенбі күндері жарық сөнбен соң келеді. Кілт Қадырдың қалтасында болады. Ол арақ ішеді, алуға болады. Айғаным басын изеді. Ертең жұма. Қарлығаш жұтынып қойды. Сен шынымен бірдеңе істемексің бе? Айғаным оған суық қарап. Иә, деді. Түнде Айғаным ұйықтаған жоқ. Төсегінде отырып, шылым шекті ұйықтап жатқан әйелдерге қарады. Кейбірі түсінде жылап жатыр. Бірі Айгерім еді. Ол түсінде біреуден қашқандай ымырсып жатты. Айғаным шылымын өшіріп құтыға салды. Таңертең шеберханада Ұлболсын апаға келді. Маған пышақ керек, кішкентай әрі өткір. Апа оған қарады. Не үшін? Жіп кесуге. Апа үндемеді. Егер алсаң қайтармайсың. Білемін. Апа басын изеді. Кешке болады. Айғаным орнына оралды, істікті. Қолдары сабырлы еді. Түскі аста ол Нұрайға тағы келді. Бүгін түнде олар келеді. Нұрай қатып қалды. Қайдан білесің? Білемін. Нұрай оған қарап. Сонымен не істейміз, деді. Ештеңе істеме. Кек үндеме де күт. Нұрай басын изеді. Кешке апа оған егеуленген шанышқа келді. Сабы оқшаулағыш таспамен оралған. Қатты ұста. Айғаным оны киімнің астына тығып қойды. Түнгі сағат 1:30-да жатақтың есігі ашылды. Қарлығаш Нұрайға жақындап, бастықтың бөлмесіне, деді. Нұрай орнынан тұрды. Айғаным оның артынан қарап қалды. 1 сағаттан соң Нұрай оралды. Беті ісіп кеткен, ерні жарылған. Ол үнсіз жата кетті. Айғаным қасына келді. Не болды? Нұрай сыбырлап. Сол баяғы. 4-еуі жабылды, деді. Айғаным басын изеді. Ертең басқаша болады. Нұрай оған қарап. Сен шынымен бірдеңе істейсің бе, деді. Айғаным алғаш рет суық жымиды. Иә. Ол төсеріне жатып көзін жұмды. Бірақ ұйықтаған жоқ. Ол таңның атуын күтті. 5 күннен соң Айғаным жай ғана жаңа келген тұтқын емес еді. Шеберханада қыздар өздері келе бастады. Бірі қалтаны қалай дұрыс тігу керектігін сұраса, екіншісі шылым сұрады. Түскі асқа дейін үшіншісі жай ғана қасына келіп үнсіз отырды. Айғаным ешкімді қуған жоқ. Кек басын изеп, тыңдап, кейде қысқа қайырды. Кешке жатақта Ұлболсын апа ашық келді. Отряд сенен сұрап жатыр, басшы боласың ба? Айғаным шылымын шегіп, түтінді төбеге қарай жіберді. Боламын. Апа басын изеді. Онда ертең бәріне сенің тәртібіңді айтамын. Таңертең шеберхана іші тып-тыныш болды. Қыздар жұмыс істеп жатса да, Айғанымға көз қырын салып отырды.
түскі ас кезінде тінде жылайтын Айгерім жақындады. Сөйлесуге бола ма? Айғаным қолғабын шетке қойды. Айта бер. Айгерім қарама-қарсы отырды. Дауысы дірілдеп тұрды. Менің атым Айгерім. Есірткі үшін 3 жылға кесілгенмін. Сыртта 5 жасар қызым бар. Олар мені 1,5 жылдан бері қорлап жүр. Алдымен біреуі, сосын 4-еуі жабылады. Сарбай менің жылағанымды жақсы көреді. Әдемі көрінеді дейді. Сапа таспаға түсіреді. Қадір тырыспасам ұрады. Баубек не істегісі келсе, соны істейді. Айғаным үнсіз тыңдап отырды. Шағым жаздым ба? Айгерім басын шайқады. 2 рет жаздым. 1 рет 15 тәулікке жазалау бөлмесіне жапты. 2-ші рет. Тағы бір қайталанса, қызыңды жетімдер үйіне береміз деді. Мен үндемей қалдым. Айғаным басын изеді. Тағы кім бар? Бәрі дерлік. 6-шы жатақтағы Ләйла. Оның ұлы бар. Із қалмасын деп тек бетінен ұрады. 1 ай бұрын асылып өлген Мәдинада үндемеген еді. Тек өлерінің алдында шыдай алар емеспін деді. Айғаным шылымын тауысып. Аттарын білесің бе деді. Айгерім дауысын бәсеңдетті. Сарбай бастық, Баубет тәрбиеші, Қадыр тәртіп сақшысы, Сапа дәрігер. Ол бәрін түсіріп бақылап отырады. Олар мұны өз араларында жоспарлы шара деп атайды. Айғаным орнынан тұрды. Рахмет. Кешке ол дәлізде Қарлығашқа жақындады. Ол штабтың кіреберісінде кезекшеді. Қарлығаш, кезекші сесіктеніп қалды. Не болды? Сөйлесу керек. Қарлығаш жан-жағына қарады. Мұнда болмайды. Онда бұрышқа бар. Олар дәліздің қараңғы бұрышына өтті. Айғаным оның көзіне тік қарады. Сен бәрін білесің. Қарлығаш жанарын төмен түсірді. Білемін. Тағы кім біледі? Қарлығаш үндемеді. Айғаным оның иығына қолын қойды. Қатты емес, бірақ нық ұстады. Айта бер, мен сені сатпаймын. Қарлығаш шытынып қойды. Бәрі біледі, бірақ үндемейді. Кім айтса, жазалау бөлмесіне немесе одан да жаман жерге жібереді. Кезекшілер олардың келетін күндерін біледі. Сейсенбі мен жұмада жарық сөнген соң келеді. Бөлменің кілті Қадырдың қалтасында. Ол ішіп алғанда алуға болады. Айғаным басын изеді. Соңғы жарты жылдағы күндерді айт. Қарлығаш ойланып қалды. Жазып бермеймін, бірақ айтып берем. Қаңтардың 12-сі, 19-сы, 26-сы, ақпанның 2-сі, 9-сы, 16-сы, 23-сі, наурыздың 1-і, 8-і, 15-і, 22-сі, 29-сы, сәуірдің 5-і, 12-сі, 19-сы, 26-сы, мамырдың 10-і, 17-сі, 24-і, 31-і, маусымның 7-сі, 14-і, 21-і, 28-і, шілденің 5-і, 12-сі, 19-сы, 26-сы, тамыздың әзірге 2-сі мен 9-ы. Айғаным мұқият тыңдады. Қанша қыз болды? Қарлығаш күрсінді. 30 шақты. Кейбірі босап шықты, кейбірі үндемейді, кейбірі әбден таусылған. Айғаным оның көзіне қарап, сен өзің болдың ба? Деді. Қарлығаш жанарын тайдырып жіберді. 3 рет болдым. Сосын қойды. Содан бері кезекшімін, бірақ бәрін естимін. Айғаным басын изеді. Енді естімейтін боласың. Қарлығаш оған таңғала қарады. Сен шынымен бірдеңе істейсің бе? Айғаным ақырын жымиды. Ие. Қарлығаш кетіп қалды. Айғаным жатаққа оралды. Кешке ол Нұрайға жақындады. Ол төсекте отырып, қабырғаға қарап отыр екен. Нұрай. Нұрай басын көтерді. Не болды? Маған бәрін айтып бер. Нұрай ернін тістеді. Не үшін? Өйткені мен білуім керек. Нұрай ұзақ үндемей отырды. Алғаш рет келгеннен кейін 1 аптадан соң болды. 4-еуі бөлмеге шақырды. Сарбай. Шешін деді. Мен бас тарттым. Ол ұрды. Сосын тағы ұрды. Сосын олар мені үстелдің үстінде қорлады. Сапа түсіріп тұрды. Мен айғайладым. Олар күліп. Қаттырақ айғайла, бізге ұнайды деді. Сосын жіберді де, ертең тағы келесін деді. Мен жатаққа келіп асылмақ болдым. Қарлығаш құтқарып қалып. Ақмақ болма, балаларына обал болады деді. Айғаным тыңдап отырды. Одан кейін неше рет болды? 23 рет. Мен санап жүрмін. Айғаным басын изеді. Бұдан бұлай болмайды. Нұрай оған қарап, сен түсінбейсің, олар билік деді. Айғаным орнынан тұрды.
Енді мен билікпін. Ол болсын апаға барды. Пышақ дайын ба? Апа егеуленген шанышқыны ұсынды. Ұста. Айғаным оны киімінің астына тығып қойды. Тағы керек. Адам түнде өліп кететіндей, және ешкім таппайтындай болсын. Апа мұқият қарады. Не үшін? Олар мәңгілікке ұйықтап қалу үшін. Апа күрсінді. Ертең әкелемін. Бірақ егер біліп қойса, бәріміз сотталамыз. Айғаным басын изеді. Білмейді. Түнде ол тағы да ұйықтаған жоқ. Төсеуінде отырып, шылым шекті, ұйықтап жатқан әйелдерге қарады. Кейбірі түсінде жылап жатыр еді. Айғаным шылымын тауысып, құтыға салды. Ол ертең жұма екенін білетін. Айғаным асыққан жоқ. Өйткені асығыстық оқтан да тез өлтіретінін жақсы түсінетін. Алдымен ол өзіне көмекші ретінде 3 кезекшіні таңдап алды. Қарлығаш баяғыда-ақ оның жағына шыққан еді. Екіншісі 29 жастағы, ұрлық үшін сотталған, үндемейтін, бірақ жанары өткір Балжан болатын. Үшіншісі 24 жастағы Раушан. Ол барлық күзетшілердің атын жатқа білетін. Таңертең шеберханада Айғаным тігін машинасының қасында отырған Балжанға жақындады. Сөйлесетін шаруа бар. Жарық сөнген соң әжетхана жанында кездесейік деді. Кешкі сағат 22-ден 10 минут кеткенде, жатақта жарық сөнген сәтте Айғаным дәлізге шықты. Балжан оны күтіп тұр екен. Олар ішке кіріп, есікті ілгегіне іліп алды. Айғаным жеңінен бір қорап ораулы темекі шығарып Балжанға ұсынды. Мұны ал деді ол. Балжанның көздері жайнап кетті. Не үшін деп сұрады ол. Мені тыңдағанын және үндемегенім үшін деді Айғаным. Балжан темекісін тұтатып, айта бер деді. Маған олардың қашан келетінін минутына дейін дәл білу керек деді Айғаным. Балжан түтінді сыртқа шығарып, сейсенбі және жұма күндері жарық сөнген соң, түнгі сағат 1-ден 20 минут және 1-ден 40 минут кеткенде келет деді. Сарыбай баспанаға телефон соғады. Сосын Қарлығаш екеуміз барып қыздарды шақырамыз. Бөлменің кілті Кемірдің кикелінің сол жақ қалтасында болады. Ол ішіп алғанда кілтті 5 минут қалуға болады деді Балжан. Айғаным басын изеп, кезекшілердің қайсысы әкеле алады деп сұрады. Балжан ойланып қалып, Раушанның сырттағы әпкесі дәрханада істейді. Ол сәлемдемелер арқылы ат жалман уын жіберіп тұрады деді. Ол удың иісі жоқ, бір түнде іске кіріседі. Бағасы бір қорабы 3000 теңге тұрады деді. Айғаным киімнің астынан 6000 теңге шығарып Балжанға ұсынды. Мұны Раушанға бер, маған 2 қорап алсын деді ол. Балжан ақшаны тығып қойып, егер біліп қойса ше деді. Білмейді. Кексен үндеме деді Айғаным. Келесі күні Айғаным асханада Раушанның қасына отырды. 2 қорап бір сүгіні келет деді Раушан ақырын. Ол келген кезде Сарыбайдың тамағына қосасын, кек соған ғана деді Айғаным. Раушан оған мұқият қарап, егер ол өлмесе ше деді. Өледі, бірақ бірден емес. Келесі түні жүрегі тоқтайды. Ешкім ештеңе таппайды деді Айғаным. Раушан, не үшін мұны істеп жатырсың деп сұрады. Өйткені олар бұдан бұлай ешкімге келмеу керек деді Айғаным. Кешке Айғаным жатақтың бұрышына Мұрайды, Айгерімді және алаяқтық үшін сотталған 22 жастағы Гүлнәрді жинап алды. Мұқият тыңдандар деді ол. Олар келгенде айғайламандар, қарсыласпандар, бәрін істеңдер. Бірақ кім бірінші, кім екінші болғанын, кім ұрғанын, кім таспаға түсіргенін бәрін жаттап алыңдар. Сосын маған келіп айтып бересіңдер деді. Нұрай ақырын ғана не үшін деп сұрады. Өйткені мен кімді бірінші өлтіретінді білуім керек деді Айғаным. Айгерім тіксініп қалды. Сен шынымен бе деді ол. Иә деді Айғаным суық қалыппен. Гүлнәр сыбырлап. Егер олар біліп қойса ше деді. Білмейді деді Айғаным. Киімнің астынан егеуленген шанышқыны шығарып. Бұл тек бастамасы. Егер араларында біреуме қауіп төнсе, мойын тұсынан, міне осы жерден ұрыңдар деді ол. Бір соққы, және ол мәңгілікке үнсіз қалады деді. Қыздар үндемеді. Ертең жұма, олар келеді. Мен күтем деді Айғаным. Келесі күні Сарыбай бірдеңенің дұрыс емес екенін сезді. Түскі аста ол шеберханаға кірді. Қыздар бұрынғыдай жанарларын жасырмай, оған тік әрі сабырлы қарап отыр еді. Ол Нұрайға жақындап, бүгін түнде бөлмеге келесің деді. Нұрай басын изеп, жақсы деді. Сарыбай қабағын түйіп, бірдеңе өзгерген бе деп сұрады. Нұрай оның көзіне тік қарап, жоқ, бәр баяғыша деді. Ол кет бара жатып Темірге. Қыздар батылданып кетіпті, бірдеңе дұрыс емес деді. Темір иығын трихан еткізіп, бәлкім үйреніп кеткен шығар деді. Сарыбай басын шайқап, жоқ,
біреу оларды айтақтап жүр деді. Кешке Айғаным Қарлығашқа жақындады. Бүгін келе ме деп сұрады ол. Иә, түнгі сағат 1:30 деді Қарлығаш. Нұрайды алып кеткенде маған айт деді Айғаным. Түнгі сағат 1-ден 28 минут кеткенде Қарлығаш Нұрайдың төсегіне жақындады. Бастықтың бөлмесіне деді ол. Нұрай орнынан тұрды. Айғаным оның артынан қарап қалды. 5 минуттан соң Айғаным жатақтан шығып Сарбайдың бөлмесіне жақындады. Есік сәл ашық тұр екен. Іштен дауыстар естілді. Сарбай Нұрайға шешін деп бұйырды. Баубек оны үстелге жатқыз деді. Айғаным көлеңкеде тұрып тыңдап тұрды. Кемір оны жылат деді. Сапа бейнекамераны дайындап жатты. Айғаным қолындағы шанышқыны қатты қысты. Ол бүгін әлі уақыт емес екенін білетін. Ол жатаққа оралып жатты. 1 сағаттан соң Нұрай келді. Беті ісіп, ерні жарылып кетіпті. Айған, не болды деп сұрады. Сол баяғы 4-еуі жабылды. Бірақ мен жылаған жоқпын деді Нұрай ақырын. Жарайсың деді Айғаным. Ол көзін жұмды, бірақ ұйықтаған жоқ. Ол күндерді санап жатты. Жұма тыныш өтті. Айғаным асықпады. Ол сенбі күндері дәрі-дәрмек журналын тексеруге келетін Мұхитты күтті. Мұхит өзін ешкім тиісе алмайтындай сезініп, күзетсіз жалғыз келуді ұнататын. Таңғы сағат 11-ден 20 минут кеткенде Мұхит емдеу бөлмесіне кірді. Ақ халатының түймелері ағытылған, қалтасында оралды темекісі бар. Айғаным сол жерде дәрі шкафының қасында тұрған еді. Оның өтініші бойынша кезекші келіншек 5 минутқа сыртқа шығып кеткен болатын. Мұхит есікті жауып, сен жаңадан келгенсің бе деп сұрады. Айғаным ақырын бұрылып, иә деді. Мұхит оған жақындап, бойын тым ұзын екен, менің талғамыма сай емессің деді. Айғаным суық жымиып, ал сіз менің талғамыма сайсыз деді. Мұхит күліп жіберіп, батыл екенсің, маған ұнайды деді де, оның қолынан ұстамақ болды. Айғаным тартылған жоқ, тек көзіне қарап тұрып, сізде ұйықтататын дәрі бар ма деп сұрады. Мұхит шкафты нұсқап, бар, не үшін керек деді. Көрейінші деді де, Айғаным шкафты ашып, күшті әсер ететін дәрін алды. Адам мәңгілікке ұйықтап қалу үшін қанша керек деді ол. Мұхит қарқылдап күліп, 10 ампуланы памырға жіберсең қайтып оянбайды деді. Айғаным басын изеп, ал егер сусынға қосса ше деді. Онда 3 ампулада жетеді, бірақ тұтқынның қолынан кім сусын ішеді деді. Мұхит мысқылдап. Айғаным қалтасынан басы сындырылған тағы бір ампуланы шығарып, мен ішкізем деді де оған жақындады. Мұхит сезіктеніп кейін шегінді. Айғаным шапшаң қимылмен шанышқыны оның мойнына қадап жіберді. Қан шапшып кетті. Мұхит тамағын ұстап сырылдап қалды. Айғаным оны сүйемелдеп кушеткаға отырғызды. Ол әлі тыныс алып жатқан еді. Айғаным шприцті алып 10 миллилитр дәріні оның тамырына ақырындап жіберді. Мұхит 1-2 рет дірілдеп барып, көзі ауып кетті. Тынысы тоқтады. Айғаным оның тамырын тексерді. Соғыс жоқ. Шприцті оның қолына ұстатып, бос ампулаларды жанына қойды. Үстелдің үстіне оның қолтаңбасын салып, бұдан әрі шыдай алмаймын, бәрі бітті деген хат қалдырды. Ол бұл қолтаңбаны 3 күн бойы жаттыққан болатын. Пышақты оның халатына сіртіп, қалтасына тығып алды да, бөлмеден шығып есікті кілттеп кетті. Дәлізде кезекшіні жолықтырып, ол өліп қалды. Өзіне дәрі екті. Мен ештеңе көрген жоқпын, сен де көрмедің деді. Кезекші басын тез изеп, мақұл деді. Күндізгі сағат 13-тен 40 минут кеткенде дәрігердің денесі табылды. Медбике айғай салып, бәрі жүгіріп келді. Сарбай Мұхиттың денесіне ұзақ қарап тұрып, кезекшіден не болғанын сұрады. Ол жалғыз кірген. 1 сағаттан соң кіргенімде өліп жатыр екен. Қолында шприц, қасында хат бар деді кезекші. Сарбай хатты оқып, бүктеп қалтасына салды да, өз-өзіне қол жұмсатты деді. Кемір ақырын ғана, ол ешқашан мұндай дәрі қолданбаушы еді деді. Сарбай оған қарап, демек бүгін қолданған, бәрі бітті деді. Ол бөлмесіне барып арақ ішті, қолдары дірілдеттірді. Кешке Баубек пен Темірді шақырып, қыздар өзгерді, олар енді қорықпайды деді. Кемір жаңадан келген Айғанымның кілт туралы сұрағанын айтты. Сарбай, ертең түнде оны алып келіңдер, кім екенін көрейік деді. Айғаным жатақта отырғанда қасына Айгерім келді. Мұхит өліпті деді ол. Білемін деді Айғаным. Айгерім, бұл сеніңсің бе деп сұрады. Айғаным жауап берген жоқ. Кек ертем олар мені шақырады деді. Мұхиттың өлімнен кейін 9 күн өтті. Абақты іші тынышталып қалды. Қыздар үндемей жұмыс істесе де, енді көздерін жасырмайтын болды. Күзетшілер жұп-жұбымен жүретін болды.
Сарбай бір апта бойы ешкімді шақырмай бөлмесінде шылым шегіп отырды. Сейсенбі күні күндізгі сағат 14:40 кеткенде мұнараларды тексеру басталды. Тәртіп сақшысы Темір периметрді тексеруге шықты. Ол әрқашан өзі тексеретін, жоғарыда тұрып билігін сезінгенді ұнататын. Бүгін ол жалғыз еді. Айғаным төменде жай ғана істегіп отырғандай кейіп танытты. Қазір, деді ол Раушанға. Темір баспалдақпен жоғары көтерілді. Ол жоғарыда шылым шегіп, төменге қарап тұрды. Айғаным оның артынан мысықша білдірттей көтерілді. Темір ештеңе сезген жоқ. Ол теріс қарап тұрғанда, Айғаным бар күшімен оны арқасынан икеріп жіберді. Қадыр сілкініп қалып, темекісін түсіріп алды. Қоршауға жабысты. Қоршау ескеді. Бір бұрандасы баярда босап кеткен. Ол жиектен асып кетіп, қысқа ғана айғайлап үлгерді де төменге ұшты. Бетонға соғылғанда картоп салынған қаттай бос дыбыс шықты. Мойын үзілді. Айғаным төменге түсті. Ешкім көрген жоқ. Бәрі басқа жаққа қарап тұр еді. Ол тігін жұмысына оралды. 10 минуттан соң айғай шу басталды. Күзетшілер жүгіре жөнелді. Сарбай бөлмесінен атып шықты. Түрі боп-бос. Не болды? Қадыр мұнарадан құлап кетті. Сарбай мәйітке жақындады. Мойны ерсі қалыпта бұралып қалған. Көздері ашық, жанары шындай қатып қалған. Неге ол мұнда жалғыз болған? Ешкім жауап берген жоқ. Сарбай жоғарға қарады. Қоршау сәл босап тұр екен. Ол жыдырғын тиді. Кездейсоқ жағдай деп тіркендер. Ешкім тіс жармасын. Ол бөлмесіне оралып бекініп алды. Жарты кесе арақ құйып, бірден ішіп салды. Қолдары дірілдеп тұрды. Кешке Баубекті шақырды. Бұл кездейсоқтық емес. Баубек қарсы отырды. Кім? Осылардың бірі. Жаңадан келген Айғаным. Ол тым сабырлы. Баубек басын изеді. Тексереміз. Ертең түнде оны алып кел. Көрейік сынадым екен. Баубек шығып кетті. Түн тыныш өтті. Айғаным ұйықтаған жоқ. Төсегінде отырып шылым шекті. Таңертең асханада меруертке жақындады. Бүгін түнде олар менің соңымнан келеді. Меруерттің өңі бозарып кетті. Сонымен не болмақ? Ештеңе, келе берсін. 22 сағат 50 минутта Баубек жатаққа кіріп Айғанымды нұсқады. Сен бөлмеге жүр. Айғаным үндемей орнынан тұрып соңынан ерді. Бөлмеде Сарбай мен Баубек отыр еді. Сарбай үстел басында, қасында тапанша жатыр. Баубек есік алдында тұрды. Отыр, деді Сарбай. Айғаным отырды. Сарбай оған ұзақ қарап тұрды. Сапа өлді. Қадыр құлады. Мұның себебін білесің бе? Айғаным үндемеді. Сарбай орнынан тұрып жақындады. Сен... Айғаным көзін көтерді. Дәлелде. Сарбай оның тамағынан қысты. Мен дәлелдеймін. Сен бір ай бойы жазалау бөлмесінде отырасың. Сосын біз сені сындырамыз. Айғаным қарсыласпады. Байқап көр. Сарбай оны жіберіп бетінен осып қалды. Айғаным селт еткен жоқ. Баубек артынан келіп, оның қолын қайырып ұстады. Сарбай кителін шешті. Шешін. Айғаным оның көзіне тік қарап, жоқ, деді. Сарбай тағы да қаттырақ ұрды. Шешін. Айғаным қанды түкіріп тастап, жоқ, деді. Баубек оны ішінен ұрып жіберді. Айғаным еңкейіп қалды, бірақ құламады. Сарбай Баубекке басын изеді. Қаттырақ ұста. Баубек оны мықтақ қысты. Сарбай жақындап келіп, оның киімін жыртып тастады. Айғаным іш киіммен ғана қалды. Бәрі бітті. Айғаным оған қарап, мені қазір өлтір. Өйткені өлтірмесең, мен сені өлтірем, деді. Сарбай қарқылдап күліп жіберді. Сен бе? Ол оны тағы бір рет ұрды. Айғаным тізерлеп құлап қалды. Баубек оны шашынан ұстап тұрды. Сарбай ісін бастамақ болды. Аузынды аш, деді ол. Айғаным аузын ашты, бірақ ол үшін емес. Ол кенет жұлқынып, қолын Баубектің уысынан босатып алды. Шанышқы баяғыда алақанында дайын тұрған еді. Бір соққы Баубектің тамағының астына тиді. Қан шапшыды. Баубек сырылдап, оны босатып жіберді. Сарбай сескеніп қалып тапаншаға ұмтылды. Айғаным секіріп тұрды. Шанышқы оның кеудесіне, сол жақ қабырғасының астына кірді. Сарбай үстел үстіне құлап түсті. Тапанша еденге түсті. Оның ерінен қанды көбік шықты. Айғаным оның үстіне төніп тұрып, бәрің үшін, деді де шанышқыны бұрап жіберді. Сарбай бір сілкініп барып тыншыды. Айғаным шанышқыны оның кителіне сүртіп, тапаншаны қолына алды да Баубекке қарады. Ол әлі тыныс алып жатыр екен. Басынан бір рет атты. Тыныштық орнады.
Ол бөлмеден шығып есікті кілттеді де жатаққа қарай беттеді. Жатақта оны Айгерім мен Нұрай күтіп отыр екен. «Бітті ме?» деп сұрады Нұрай. Айғаным басын изеп, «Бітті» деді. Ол төсегіне жатып көзін жұмды. Таңғы сағат 7-ден 10 минут кеткенде мәйіттер табылды. Айғай-шу басталды. Облысқа хабар берілді. Айғаным шеберханада отырып қолға тікті. Қолдары сабырлы еді. Ол енді өзінің соңынан келетінін білетін, бірақ оған бәрібір еді. 2000 жылдың 22-сінен 23 тамызға қараған түн. Жатақта жарық 22 сағатта сөндірілді. Айғаным жоғарғы төсекте көз ілмей жатты. Қолында шүберекке оралған егеуленген шанышқы. Ол түнгі сағат 1-ді күтті. Сосын ақырын төмен түсіп, аяқ киімін киіп дәлізге шықты. Қарлығаш таптың алдында кезекте тұр екен. Ол жалғыз ба? Қарлығаш басын зеп, «Иә, 3 сағаттан бері ішіп отыр. Ешкімді кіргізбейді», деді. Айғаным оның қасынан өте берді. Қарлығаш оны тоқтатқан жоқ. Тек артынан ақ жол тіледі. Сарыбайдың бөлмесі кілттеулі екен. Айғаным есікті асықпай 2 рет қақты. Іштен қарлыққан дауыс естілді. «Кім бұл?» «Кезекшімін, облыстан шұғыл хабарлама келді», деді. Тыныштық орнады. Сосын орындықтан жылжыған дыбыс естіліп, кілт бұралды. Есік сәл ашылды. Сарыбай есік алдында тұр екен. Кителінің түймелері ағытылған, көздері қанталаған, қолында кесесі бар. Айғанымды көріп алдымен танымай қалды. Сосын түрі өзгеріп кетті. «Сен бе?» Ол ішке кірді. Сарыбай кейін шегінді. Есік жабылды. Айғаным кілтті бұрап алды. Сарыбай белбеуіндегі қынапқа ұмтылды. Тапаншасы орнында екен. Ол оны жартылай суырып үлгерді, бірақ Айғаным жылдамырақ қимылдады. Шанышқы оның білегіне, сүйегіне дейін терең кірді. Сарыбай бақылдап, айғайлап жіберді. Тапанша еденге түсті. Айғаным екінші қолымен де ештеңе істей алмау үшін оның иығынан тағы бір рет ұрды. Ол қолын ұстап тізерлеп отырып қалды. Ол қатты сөздер айтып сыбырлады. Айғаным тапаншаны көтеріп алып, бір адым кейін шегініп, оның маңдайына кезеді. «Айғайлама, ешкім естімейді», деді ол. Сарыбай ауыр тыныс алып, еденге қан тамшылап жатты. «Саған не керек? Сенің өлгенің керек», деді ол. Ол мас күйінде мысқылдап жымимақ болды. «Мен офицермін, мені ешкім өлтірмейді, мені табады», деді. Айғаным оған жақындай түсіп, «Мен де тапқан, бірақ мен бәрібір осындан», деді. Ол үстелді нұсқап, қаламды алда, «Жаз», деді. Сарыбай оған сосын тапаншаға қарап, «Не жазам?» деді. «Бұдан әрі шыдай алмаймын, бәрі бітті, бәрінен кешірім сұрайым деп жаз да, қолымды қой», деді. Ол есірік күйінде қысқа ғана күліп жіберді. «Сен жынданғансың», деді. Айғаным тапаншаның шіріппесін басты. Оқ төбеге тиді. Сарыбай селк ете қалды. «Жаз. Әйтпесе алдымен тізеңнен атамын, сосын шынтағынан атамын. Ұзақ азапталасын», деді. Сарыбай қаламды алып, дірілдеген қолмен жаза бастады. Әріптері қисық-қисық шықты. «Қолымды қой», деді ол. Ол қол қойып, қаламды тастады. Айғаным хатты алып, үстелдің үстіне қойды. «Енді белбеуіңді шеш», деді. Сарыбайдың өңі бозарып кетті. «Жоқ», деді ол. Айғаным жақындап келіп, тапаншаны оның самайына тіреді. «Шеш». Ол белбеуін шешіп берді. Қолдары қалтырап тұрды. Айғаным белбеуден ілмек жасап, оның мойнына салды. «Тұр орнынан», деді. Ол орнынан тұрды. Аяқтары дірілдеп әрен тіреді. Ол оны төбедегі құбырға қарай алып келді. Белбеуді құбырға байлап, ілмекті орындыққа бекітті. Сарыбай оған қарады. Жанарында қорқыныш емес, бостық орнаған еді. «Сен мұны істемейсің», деді ол. Айғаным оның аяғының астындағы орындықты кеуіп жіберді. «Істедім», деді ол. Ол қарсы алдында тұрып, көзіне тік қарап тұрды. «Нұрай үшін, Айгерім үшін, Гүлнәр үшін, сен қорлаған барлық жандар үшін, асылып өлгендер мен үндемей шыдағандар үшін», деді ол. Сарыбай сырылдап қалды. «Мен офицермін», деді ол соңғы рет. Айғаным орындықты тағы бір кепті. Ол құлады. Денесі сілкініп, аяқтары серпілді. Белбеу тамағын қысып тастады. Беті алдымен қызарып, сосын көгеріп кетті. Көздері шарасынан шығып, тілі сыртқа шықты. Айғаным табзылмай қарап тұрды. Секундтарды санады. 2 минуттан соң ол тыншыды. Ол жақындап тамырын тексерді. Соғыс жоқ. Белбеуді мойнынан шешіп, ілмекті құбырда қалдырды да, хатты бөтелкенің қасына қойды. Сосын бөлмеден шығып, есікті жауып, жатаққа оралды. Төсегіне жатты. Көздерін жұмды. Таңғы сағат 6-дан 50 минут кеткенде мәйіт табылды. Айғай-шу басталды. Айғаным шеберханада істігіп отырғанда қасына Ұлболсын апа келді. «Ол өліпті», деді апа. «Білем», деді Айғаным. Апа оған қарап, «Бұл сен бе?» деп сұрады.
Айғаным жауап берген жоқ. Сағат 9-дан 20 минут кеткенде, оның соңынан облыстан келген 2 жедел уәкіл мен тергеуші Маргарита келді. «Жүрміз, бізбен еріміз», деді олар. Ол үндемей орнынан тұрып, соңынан ерді. Сарыбайдың бөлмесінде тергеу тобы жұмыс істеп жатыр екен. Мәйітті алып кетіпті. Хатты пакетке салып қойыпты. 35 жастардағы тергеуші оған қарап, «Бұл сенің ісің бе?» деп сұрады. Айғаным оған сабырмен қарап, «Иә», деді. Ол басын изеп, «Не үшін?» деп сұрады. «Бәрі үшін», деді ол. Оны алып кетіп, қолына кісен салып, көлікке отырғызды. Тергеу кезінде ол жалғыз адамдық бөлмеде отырды. Кішкентай терезе, темір төсек. 3 аптадан соң сот болды. Жабық процесс. Мерзімнен бұрын босап шығу құқығынсыз мәңгілік жаза берілді. Ол еш дауласқан жоқ, кешірім сұрамады. Тек үкімді тыңдады. Соңғы көріністе ол жалғыз адамдық бөлмеде төсекте отыр. Кішкентай терезеге қарайды. Кемір тордың артында аспанның бір шеті көрінеді. Есіктің ойы ашылып, кезекші тұтқын қыздардың хатын ұсынды. Айғаным хатты алып ашып оқыды. Онда тек бір-ақ сөйлем жазылған еді. «Рахмет саған, басшымыз». Айғаным хатты бүктеп, матрастың астына тықты да, төсекке жатып көзін жұмды. Сосын көп жылдан бері алғаш рет жүзіне күлкі үйірілді.